Сіздермен бірге Анара Қайрат және бұл Easy ағылшын. Біздің бүгінгі тақырып транспортпен қолданылатын көмекші сөздер. Prepositions with transportation. Ағылшын тілінде тек қана 3 түрлі көмекші сөз транспортпен қолданылады. Олар by, in және on көмекші сөздері. By, in, on. By көмекші сөзі біз бір жерден екінші жерге транспорттың көмегімен жеткенімізді айтқымыз келсе, яғни немен барғанымызды айтқымыз келсе қолданылады. Мысалы, by car көлікпен, by plane ұшақпен, by taxi таксимен. Және сіздердің назарларыңызды бір нәрсеге аударғым келіп тұр. Яғни, by сөзінен кейін ешқандай артикль қойылмайды. By car, by plane, by train, by taxi. Біз транспорттың ішінде екенімізді айтқымыз келсе, in немесе on көмекші сөздері қолданылады. Егер транспортымыз кішкентай, біз оның ішінде ары-бері қозғалмаймыз, бір орында отыратын болсақ, in көмекші сөзі қолданылады. Мысалы, in a car көліктің ішінде, in a taxi таксидің ішінде, in a helicopter тікұшақтың ішінде. Ал on көмекші сөзі керісінше транспортымыз үлкен болса, біз оның ішінде ары-бері қозғала алатын болсақ, орнымыздан тұра алатын болсақ қолданылады. Мысалы, on a plane ұшақтың ішінде, on a train пойыздың ішінде, on a ship кеменің ішінде. On көмекші сөзін қолданатын тағы да бір жағдай. Сіз шын мәнінде тура мағынада транспорттың үстінде тұрсаңыз, немесе транспорттың үстінде отырсаңыз қолданылады. Мысалы, on a bike велосипедте, on a motorbike мотоциклде, on a skateboard скейтбордта, on a snowboard сноубордта. Қане, үшеуін қайталап жіберейік. By көмекші сөзін сіз қандай транспортпен қолданғаныңызды, немен барғаныңызды айтсаңыз қолданасыз. In және on қандай да бір транспортта екенімізді айтқымыз келгенде қолданылады. In кішкентай транспортта қолданылады, on үлкен транспорттарда қолданылады. Және де біз бір транспорттың тура мағынада үстінде екенін білдіргіміз келсе, on көмекші сөзін қолданасыздар. In және on көмекші сөздері өздерінен кейін артикль талап етеді. Бүгінге осы, менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Менің есімім Анара Қайрат және бұл Easy ағылшын. Сау!